Ассалаумағалейкум, әлеумет, армысыздар, құрметті жамағат. Көкіректің көзі ашылса бағдарламасының бүгінгі қозғайтын тақырыбы мұсылманның 5 сипаты. Олай болса, бүгінгі қонақтарымызбен таныстырайық. Талас ауданы Қажы би мешітінің бас имамы Жалғас Жұбатқан. Және де Меркі ата мешітінің бас имамы Азамат Берікұлы. Ассалаумағалейкум, құрметті имам ұстаздар. Бүгінгі қозғайық деп отқан тақырыбымыз мұсылманның қасиет тұтқан 5 сипаты. Олай болса, бірінші сұрақты Жәке өзіңізден бастайық. Мұсылман деген кім, оның бейнесі қандай болмақ? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Амма ба'д. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жалпы мұсылман ол сол сұраққа жауап берместен алдын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисімен нақты жауап берсек болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Анас ибн Маликтен жеткен хадисте: "Әл-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисанихи ва ядихи" дейді. Яғни шынайы мұсылман дегеніміз ол өзге бір мұсылманға тілімен де, қолмен де зиян бермейтін мұсылман дейді. Демек, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы хадисінің өзінде бірінші қолдан бұрын тілді келтіріп отыр. Өйткені біздің қазақта айтады, 10 күнәнің 9-ы тілден дейді, басқа бәле тілден дейді. Негізінде қолмен келетін қауіптен көре тілмен келетін қауіптің басымы жоғарырақ. Өйткені қолмен келген қауіпті адам баласы қайтару мүмкін, бірақ тілмен келген қауіпті адам баласы қайтара алмайды. Өйткені екі достың арасын осы бір тілменен арасын бұз жіберу мүмкін, немесе бір отбасының арасын бір ауыз сөзбенен бұз жіберу мүмкін, немесе екі қауымның арасын бір-бірімен соғыстырып та жіберу мүмкін. Өйткені ол тіл көбінше адамның сыртынан айтылады. Ол тілменен адам баласы мұсылман болады, тілменен адам баласы діннен де шығып кетуі мүмкін. Соның үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде маңызы тілменен қолды келтіріп отыр. Өйткені адам баласына зиян көбірек осы тілмен қолдан келеді. Мысалы, тіл қолменен біреуге зұлым жасау мүмкін, өзгенің малына қол сұғу мүмкін, немесе өзгеге бір қиянат жасау мүмкін деген сияқты. Соның үшін адам баласы тіліменен өзінің қолына, өзінің ағзаларына иелік ететін болса, ол шынайы мұсылман болады. Жәке, енді шынымен де қарасаң, атам қазақ шариғатты жақсы білген, қарап тұрсаң, ұрған еттен өтеді, тіл, яғни сөз сүйектен өтеді, тегінен айтпаған екен, ана сөз жетпеген жерге, көз жетпеген жерге тіл жетеді деп шынымен де қарасаңыз, сол жаңағы тілді де тиек еткен рас екен. Ал енді Азамат мырза, енді білесіз өзіңіз, Мумин сүресінде Аллах Тағала сол мұсылмандарды сипаттап, сол жерде мұсылманның бір сипатын жақсы келтіреді ғой, олар намаздарын оқыған кезде хушумен оқиды дейді. Сол кішкене тарқатып, хушу дегеніміз не? Осы мұсылманның осы сипаты жайлы айтсаңыз. Бүгінде мұсылмандардың бойында осы сипат бар ма? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла разы болсын. Керемет сұрақ. Мына қазір қоғамда өте керек болып тұрған дүние. Хушух дегеніміз, олар намаздарын хушухпен оқиды деп Аллах Тағала Мумин сүресінде бұйырды. Енді хушух дегеніміз не десек, бұл хушух өзінің дәрменсіздігін мойындап Аллах Тағаладан тек Аллах Тағаланы ойлау деген мағына екен. Кейбір ғалымдарымыз осы хушух сөзіне мағына беріп, қорқу, сақтану десе, жүрекпен жасалатын амал деп айтса, кейбір ғалымдарымыз хушух сөзін жан-жаққа бұрылмау деген мағынаны айтқан. Жүрекке қатысты хушух бұл Аллах Тағаланың алдында өз дәрменсіздігін мойындап, бір Аллах Тағаланы ойлау, денемен жасалатын хушух ол жан-жағына бұрылмай, тек қана өзінің жанарын сәжде қоятын жерге қою. Хушух дегеніміз осы екен. Енді анау Жебрил хадисінде де келеді ғой, хушу деген не деген кезде, сен оны көрмесең де ол сені көріп тұр деген оймен ол. Яғни былай айтқанда хушух сөзі осының бәрін қамтамасыз етеді ғой. Яғни тек қана Раббысы үшін құлшылық жасауға былай айтқанда.
Енді Жәке тағы да бір Азеке тағы да бір тарқата кетсек, мысалға анау кейбіреулер мысалға намазда тұрған кезде осы бір жерлерін сипалап, жаңағы намазда тұрған кезде сырт көрініске бір шыны керек, анау намазда тұр ма, әлде намазда тұрған жоқ па деп ойлап қаласың. Кейбір адамдар болады ғой, қайта-қайта сақалын сипап, денесін сипап, көйлегін түзетіп, бұл қалай болады? Бұл хушуға жата ма, жатпай ма? Бұл намазда бейәдеп әрекеттерден, бұл жаңағы айтқанымыздай ғалымдарымыздың осы хушуққа сифаттама берді ғой, сонда бұл бейәдеп нәрселерден арылу. Мысалы қазіргі намазхан бауырларымыздан көрініс табылып жататын дүние сақалдарын сипалап, бетін, болмаса денесін қышып, солай намазда көп әрекетке бой алдырып жатады. Бұл хушуқ болып қалмайды екен. Бейәдеп болады ма? Бейәдеп болады екен шариғатымызда. Жәке, енді осы жерде сізге де осы нәрсені қойық, мынау ихсан, Аллаға шүкір, өзіңіз білесіз, осы ихсан дәрежесінде хушу намазды оқуды кішкене ашықтап беріңізші, мысалға. Ихсан деп, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының осы төрағасы болып, Наурызбай Хажы Тағанұлы осы дін басымыз болып тағайындалғаннан бері осы ихсан бағытын біздердің негізгі бағыттарын бір қылып қойды. Оны ихсан деген ол мағынасы жақсылау, әрбір амалды өзінің шынайы ықыласпенен орындау деген. Көркем дәрежеде орындау деген. Өйткені Жебірейіл, жаңа сіз өзіңіз айтқандай, Жебірейіл деген атпен машһүр болған хадис бар. Ихсан дегеніміз не дейтін болса, ихсан дегеніміз қандай да бір ғибадатта, қандай да бір құлшылық амал жасаған кезде Алланы көріп тұрғандай. Немесе Алла бізді көріп тұр деп жасау. Міне намазда хушу деген нәрсе жаңағы айтып отырсыз, Абу Ханифа рахимахулла айтады, амалу касир юбтилу сала дейді. Яғни көп амал намазды бұзады дейді. Өйткені хушуда тұрған адам, Алламен байланыста тұрған адам, мынандай бір сөз бар ғой, намаз оқыған кезінде бірінші алдыңда жаңағы сират көпірінде тұрған сияқты оқы. Оң жағында жәннат, сол жағында тозақты елестетіп оқы деген. Яғни бұл намаз соңғы намаздай оқы. Адам баласы егер намазды хушумен, шынайы ықыласпенен оқса, ол адамның сақалын қасу болсын, басқа жерлерін жан-жаққа қарау болсын, ондай нәрсе ойына кіріп шықпайды. Тек қана Алланың разылығы деген мақсатта оқиды ол. Соның үшін бұл жерде ихсан дәрежесіне жету, енді қазір біздер уақытын осы күнге дейін не үшін ихсан бағытын қолға алып отыр? Өйткені осы күнге дейін біздерде ақида мәселесі бойынша жат ағымдармен сақтандыру бойынша ақида сабақтарын көптеп өтті. Одан кейін жаңағы фиқ мәселесі бойынша да тартысты мәселелердің бәрін арқасында соның себебінен фиқ мәселесін біраз сабақтар, видео сабақтар, аудио сабақтар, әлеуметтік желіде ондай сабақтар көбісін өтіп тастады. Енді бізге білген нәрсемізді, оққан нәрсемізді, ақида болсын, фиқ саласы болсын, соны бойымызда көрсету, бұл міне осы ихсан екен. Ихсанның өзі мағынасы көп. Бұл жерде тасауф ілімі деп айтады, бір жерде жаңағы тәскияту нәпс, нәпс тәрбиесі, риядату нәпс дейді, нәпсті тәрбиелеу. Бұл айтқанда ихсан ол хушуқ деген нәрсе өзінің нәпсіменен күнәға қарсы күресу. Жихад дегеніміз не деп сұралған кезінде пайғамбарымыздан жихад дегеніміз өз нәпсіменен күресу деді. Соның ішінде осы қазір мұсылманның бойында қалыптасу керек болған нәрселердің бірі осы ихсан деген жетіспеуінен болып отыр. Қазіргі айтқанда мұсылманның бойында жоқ сипаттың бірі осы ихсан сипаты. Біздер бәрі намаз оқимыз, оразаны ұстаймыз, зекетті береміз, бірақ біздер бойымызда көркем мінез деген қалай болып жатыр? Біздердің бойымызда намаз оқып, жан-жақта қарау, мұсылмандығы қарым-қатынас, ағайын туысқанмен, бауырлармен қарым-қатынасымыз қалай болып отыр? Міне осы нәрсе бүкіл жақсы қасиеттерді бойымызға қалыптастырып, бүкіл жаман қасиеттерден, жаман әдеттерден арыла алсақ, міне осы ихсан деген. Машалла. Ал онда азамат ұстаз, мынау енді қарасаңыз, тағы да мұсылманның бір әдемі сипат дейді, олар бос, пайдасыз нәрседен аулақ болады дейді. Осыны ашықтап айтып беріңізші. Қазіргі уақытта енді сұрақ түсінікті болсын айтайын. Қазір көп адамның қолы бос болса, әлеуметтік желіде бір-біріне комментарий жазып, болмаса бір-бірін шұқылап, былай айтқанда өзіне қатысы жоқ нәрселерді де, қатысы бар нәрселерге басын ауыртпай, қатысы жоқ нәрселерді көп басын ауыртып кетті. Осы мұсылманға тән сипат па, әлде жат сипат па? Яғни мұсылманның сипатының бірі не дейді? Олар бос нәрседен бойын аулақ дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне келеді. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді бұл хадисте. Аллах Тағала құлдың бос нәрсемен, пенденің жалпы бос нәрсемен айналысуы, соның ішінде мұсылман адамның бос нәрсемен айналысуы шариғатымыз, дініміз құптамайды.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисін Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді. Аллах тағала құлының назарын салмай, одан теріс айналғанының белгісі құлдың бос нәрсемен айналыса бастауы дейді. Міне, яғни адам баласының да бос нәрсемен айналысуы, бұл Аллах тағаланың оған назар салмай, одан теріс айналуына себеп болатын амал болып табылады екен. Тіпті имам Шафи рахматулла алейхи бұл кісі айтады, мына уақыт деген нәрсе адам баласына берілген ұлы нығмет қой. Сол ұлы нығметті былай деп келтіреді. Уақыт деген бұл қылыш дейді. Сен оны кеспесең, ол сені кеседі дейді. Міне сондықтан әрбір мұсылман адам өзінің уақытын тиімді пайдаланып, ол азғантай бос уақыты болса, ол Құранға көңіл бөліп, ол өзінің дініне, отбасына, бала шағасына, мына қоғамға, қазіргі қоғамда ата-анасын құрметтемейтін безбүйрек перзенттер шығып жатыр. Ата-анасының қызмет, жалпы айтатын болса, адам баласына берілген осындай азғантайлы өмірімізді, уақытымызды тиімді пайдалану. Әдемі жауап бердіңіз. Яғни былай айтқанда, олар уақыттарын бос өткізбейді деген кезде сауапқа толтыруға тырысу. Не мүмкіндігі бар? Ата-анасы болса қарау керек, баласы болса тәрбие беру керек, мүмкіндігі болса білім алу керек, қолында байлық болса садақа беру керек деген сияқты айтқыңыз келіп тұр ғой сіз. Керемет, әдемі. Шынымен де қазір мына мен бұл сұрақты қойып отырғаныңызда мына нәрсе ойыма оралып отыр да. Кейбір кісілер осы әлеуметтік желіде отырып алады. Білмеймін, уақыттары шыны керек ауадай тегін бе? Әр күнге әр нәрсе жазып, сол жерде ғайбат айтып, ұрысып, таласып, өзіне не пайда бермейтін екі ортада шыны керек қоғамға андай қалай айтсақ болады, фитна салатын, ұрыс салатын, бір кек салатын нәрсемен шұғылданады. Бұндайдан негізі болса, адам баласы аулақ болу керек. Жалғас ұстаз, енді сізге бір сұрақ қойшы, осы уақытты бос өткізушілер мысалы қоғамда қазір көптеп көрініп жатыр. Мысалы көбісі ана бір шыны керек видеоға кіріп алады, әлеуметтік желіде отырады, пайдасыз нәрсе. Енді осыларға бір өзіңіздің бір қандай мысалға мынандай жаман нәрсені қандай жақсы амалдармен алмастыруымызға болады? Енді Азамат имам уақыттың жайлы хадисті, жаңа имам Шафидің керемет бір хикмет сөздерін керемет келтіріп өтті. Енді соған бір қосымша ретінде жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар, оны баршаңыз жақсы білесіздер. Адам баласы екі нәрсенің қадіріне жетпейді дейді. Соның бірі осы бос уақыт болса, екіншісі денсаулық дейді. Мына уақыт қылыш сияқты, егер сен оны кеспесең, сені кесіп кетеді дейді. Шынымен де уақыт деген өте тығыз. Бірақ кейде біз жастық шағымызды көбінше жас болғаннан кейін алдымызда әлі қартаюға дейін біраз уақыт бар, уақытымызды көбінше бос нәрсемен өткіземіз. Мысалы, жастарымыз қазір Facebook, Instagram, әсіресе TikTokта уақытымызды дүниеге пайдасы жоқ, ақыретке пайдасы жоқ істермен айналып жатады. Өйткені анау жаңа Құранда лағу деген нәрсе дүниелік, негізі ақыреттік істерге ешқандай пайдасы жоқ, бос нәрсемен айналысу. Оның ішінде бос нәрсе, бос сөз сөйлеу, бос істермен айналысу деген. Не дүниеге, не ақыретке пайдасы жоқ? Ешқандай пайдасы жоқ нәрсемен айналысады. Міне сол сияқты адам баласы қандай да бір уақытын, мысалы спортпен өткізсін, жаңағыдай қазір уақыттарында жазай ғой, бүкіл мешіттерде жаңағыдай қосымша жаңағыдай сауат ашу курстар ашып жатыр, балдардың уақытын тиімді пайдаласын, үйірмелер ашып жатыр, балдардың бәрін сол нәрсеге өткізіп, балдар телефонда не шұқылау, тиктокта не көріп отыр, сол нәрсеге мән беру керек. Енді сауап істеймін десе, біздің шариғатымыз сауабы кең. Мысалы, көшедегі зиянды нәрсені алып тастаса да, адамға зиян беретін нәрсені алып тастаса да, сол нәрсені сауаппен толтыруға болады. Жай ғана мысалы машина айдап бар, мысалы жай ғана жұмысыңды істеп отыр компьютермен, егер жұмыс әлеуметтік желімен байланысып болса, қолыңа тәсбихті алып алды, астағфирулла, субханалла, альхамдулилля деп сондай істермен айналысып отыр. Мысалы, истиғфар айтатын болса, кімде-кім пайғамбарымызға салауат айтатын болса, Аллах тағала оның барша дұғаларын, барша тілектерін қабыл етіп, оны сауаппен толтырып қояды. Мәселен, өткенде бір кісі келіп тұр, мешітте мен отырсам, жаңағы мені кеңес сұрап тұр, мен алдында мынандай жер жұмыс істейтін едім, ол жерде жаңағы қосымша леви дейді ғой, қосымша табыстар болады дегенде, енді бұл адал емес дейді мен үшін. Тағы бір жерде жұмыс істедім, ол жерде де сондай екен, енді мен қазір өзім адал кәсіппен айналысып жатырмын дейді. Жаңағы шаш таразымен жұмыс істеймін дейді, жаңағы салон бойынша. Енді солдан пайда аз түседі дейді аналарға қараған. Анада күніге бір 20 мың, 100 мыңға дейін табатын болсам, анада күніге 3 мың, 4 мың. Ол үшін ауыр ғой. Сома қандай кеңес бересің? Мен айттым, күніге 100 рет салауат айт, кемі 100 рет истиғфар айт дедім. Енді мен көбінше дәретім болмайды, ғұсылым болмайды. Мен айттым, салауат айту үшін, истиғфар айту үшін ғұсылдың да қажет емес. Мешітке барып отырып, отыру да қажет емес. Оған
қалаған жеріңізде қолыңыз тәсбихіңізді алып аласыз, болмаса өзіңіз ойыңызша санап истиғфар салауат айтамыз, жемісін көресіз дедім. Сөйтіп бір күні мен үйде отырмын дейді. Сөйтіп кешкі уақыттарында компьютермен жұмыс істеп жатырмын дейді. Сөйтіп салауатты айтып отырып ойландым дейді. Қане маған осы бір салауаттың бір рахатын сезінсем ғой, осының бір пайдасын сезсем ғой деп отырсам дейді. Бір кезде мен орныма бір керемет бір иіс келді дейді. Сөйтіп мен ойландым, ана сияның иісі шығар, кейде сияда әдемі иістер шығады ғой, сол шығар деп ойладым дейді. Ашып қарадым дейді, оны иіс келді. Ол мен өзім қымбат әтірлерді себемін дейді. Оны да есіме дейді. Сосын даланы терезені ашып қарадым дейді. Оның да есіме. Олай қарағанда салауат айтудың өзінің бір хикмет, өзінің бір ерекше бір дәмі бар екен. Сөйтіп айтады, мен қазір уақыттарында дейді, осындай сіз берген кеңесіңізге рахмет. Қазір жұмысым алға жүріп, шыны керек табысым бұрынғыдан да жақсы бола бастады дейді. Өйткені қарап отырсаң, адам баласы сауап істеймін дейтін болса, біздің шариғатымыз көп жеңілдіні ғой, сошында ауырлатпағанда жеңілдетіңдер деп айтты. Жаңа кісі бұл керемет бір тақуа емес, намазын да оқымайды 5 уақыт. Шыны керек Рамазан айында оразасын да ұстамайды. Жай ғана қарапайым кісі болды. Сонда да салауат айту арқылы, истиғфар айту арқылы үлкен жетістікке жетіп отыр да. Егер кімдегі намазын оқып, оразасын ұстап, пайдалы нәрсемен айналысатын болса, Аллах Тағала оған үй төгіп береді. Көрдіңіз бе? Соның үшін адам баласы уақытын бос өткізбеу керек. Уақыт деген ертең қиямет күні адам баласы осы нәрселерден сұрамай, оған жастық шағынан, уақытын неме өткізгендігінен, Аллах Тағала байлық беріп, оны қандай жолға жұмсады, міне осы нәрсені сұрамай, адам баласы ертең жәннатқа бір қадам да жақындай аламайды дейді. Сол үшін әрбір жастарға, болмаса адамдарға насихат беретін кезде өзінің уақытын пайдалыспай айналысу керек. Әсіресе микрорайон дейді ғой, жаңа мөлтек аудандарының арасына кіріп қалсаң, кейбір ақсақалдарымыздың өзі елге, жастарға насихат беретін ақсақалдарымыздың өзі жиналып алып карта ойнап отырады. Ал кейбір такси тұратын жерлерге барып қалсаң, бала шағасын тапқан нәпақасын құмар ойындармен өткізіп карта ойнап отырады, ақша тігіп. Қарай отырдым. Олардың көбісі үлкен ағалар, 50-ден 60-тан асып кеткен ағалар. Солар жастарға, елге насихат берудің орны бос іспен. Егер сол кісілер өздерінің уақыттарын истиғфарменен, салауатпенен, қандай да бір жақсы амалдарменен істегенде еді, онда үлкен сауапқа кенелетін еді. Жәке, сіз жақсы айттыңыз. Шынымен де қарасаңыз, әлеуметтік желіде көп отырғанның салдары жаман ойындарға тап болып жатады. Қазір анау қарап тұрсаңыз, әлеуметтік желіде 5 секундтық, 5 минуттық кредиттер бар. Одан қалай болса жалаңаш қыздардың суреті бар. Енді шыны керек қарасаңыз, бос уақытын жіберу бір ысырап, одан гөрі жаман нәрсеге де қарап қойып жатады. Жәкең өте керемет айтты. Алла разы болсын бұл кісіге. Мына енді кешегі дананың ұрпағымыз деп мақтанамыз ғой. Кешегі даналарымыз бір күнім өтіп кетті деп жылаған екен. Қазір күніміз өтпей жатыр деп жылайтын болдық қой. Күніміз өтпей жатыр, айлық қашан келеді, дүние қашан келеді деп. Сол даналарымыз сенбі күн болса қатты қонатындар бар ғой, олай қашан демалыс келеді деп. Мына сол аталарымыз бір күнін бос өткізбеген екен. Сол бос өтіп кеткен күндері үшін жылаған екен ол. Міне сол даналарымыздың қазіргі уақытта мына дініміздің өзіне араб құлдар, болмаса тағысын тағылар деп жаңағы жала жауып жатады. Дініміз ислам бұл адамзатты бос, пайдасыз нәрсеге ден аулақ болуға үйретеді. Міне соның ішінде сол даналарымыздан, мысалға марқұм атамыз айтып отыратын еді, біз жайлауда біздің 20 қазақ үй бар. Сол 20 қазақ үйдің біреуінде молды жалдаймыз дейді. Жайлауда болсақ та балаларымызды сонда оқытамыз дейді. Балаға еш уақытта бос нәрсемен айналысуға уақыты жоқ. Барып дәрісін алады, сабағын алады. Одан кейін жаңаға қойын атқа мінгізіп қойға жібереді. Кішкентайлары сақпанын бағады. Бос уақыт жоқ. Ал енді қазіргі кішкентайларымызды, болмаса жастарымызды қарап отырсақ, өзінің алтындай осы, ешқандай алтынмен, дүниемен бағаланбайтын уақытын тиімсіз пайдаланып жатамыз. Мысалға, кішкентайларымыз телефонын шұқылап, жаңа жастарымыз түрлі ойындарға, бұл бір жағынан өзінің уақытын тиімсіз пайдалану болса, екінші оны қателікке баруына,
тіпті күнә атаулыға күнәға баруына себепші болатын амалдар болады екен. Сондықтан бұл Аллах Тағала қасиетті Құранда бұл аятты көтеру үлкен. Қазіргі уақытта осы жастарымыз, жалпы қоғам өзінің уақытын тиімді пайдаланса екен деп айтамыз. Азаматсыз өте жақсы айттыңыз. Енді шыны керек, аталарымыз бір күні өтсе жыласа, Мұқағали бабамыз түн маған жату үшін берілмеген деп жырлаған екен да. Түннің өзін дұрыс пайдаланып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи түнін үшке бөледі екен. Жарты уақытында білім, жарты уақытында құлшылық, жарты уақытында не екен? Ұйқы екен да. Енді қарап тұрсаң, шынымен де мұсылманның осындай сипаттарын бір ашықтаған кезде кейде өзімізде ұяламыз. Шыны керек қой, біз өзіміздің уақытымызды, өмірімізді сүйіп жатырмыз. Өткенде бір енді передачада бір әдемі нәрсені тыңдап отырмын да, мына Жапонияда бір қазақ қызы, Жапонияның былай айтқанда 3 апталық каникулын, одан барып жазды күні бір баласы 70 кітабын оқитынын айтады да. Шынымен де қарасаң, яғни бала жетіліп, тіл байлығы дамып, ақыл ой өрісі кеңу үшін ол негізі білімді болу керек. Шынымен де қарасаң, әр кітаптың өзінің бір сан алуан адамға беретін пайдасы бар. Біз шынымен де кейбір кезде ата-аналар тәрбиеде бала жыламасын деп қолына телефон ұстап, осы нәрсемен өзімізді кейде жолдандырып қояды екенбіз. Енді мына келесі мұсылманның сипатына тоқталайық. Азеке, бұл сұрақ сізге қойылады. Шариғатымызда айтады ғой, жаңағы олар зекетін өтейтіндер деп, жаңағы мұсылманның сипатын, осы зекет берушілер деп кімдерді айтамыз? Зекет кімге парыз? Қандай мұсылманға парыз? Ислам діні 5 парыздан негізден тұрса, сол негіздің біреуі екен бұл зекет. Зекет сөзі тілдікте мағынасы тазалық, тазалау деген мағынаны білдіреді. Адам өзінің малынан, дүниесінен зекет беру арқылы мал дүниесін тазаласа, және оның ішіп жегені, қолданғаны адал болмақ екен. Енді шариғатымызда 40 қойға жеткен, яғни бір адамның қойының саны 40-қа толатын болса, оған зекет беру міндетті болып табылады екен. Болмаса дүниесі 85 грамм алтынның құнына тең келетін болса, ол адамға зекет беру міндетті болып табылады. Енді шариғатымызда, дініміз исламда садақаны жасырын беріңдер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Яғни оң қолың берген садақаны сол қолың білмейтіндей бер дейді. Бұл енді жасырын беру сауаптысы болатын болса, ал зекетті ашық түрде, жария түрде беріңдер дейді. Неге? Өзге бір адамның зекет беруіне себепші болып, үлгі болу үшін дейді. Міне сондықтан да дініміз ислам тек қана адамның өз, енді зекет кімдерге, зекет садақа кімдерге беріледі деген кезімізде, оны Аллах Тағала Тәуба сүресінің 60 аятында баяндап береді. Тақырларға, міскіндерге, жолда қалғанға, қарызға батқанға, жүрегі исламға ауған жас жігітке, міне осындай 8 адамды қамтамасыз етеді. 8 топты. Соның ішінде мысалға өзінің бауыры, туысқаны, қазіргі уақытта неше түрлі жағдайларды көріп жатырмыз. Табан астында қарызға батып, өте қатты қиналып, тіпті мешіттерімізге де келіп, өзінің мына коммуналдық төлемдерін төлей алмай жатқан кісілер келіп жатады. Сонда сол жаңағы мешітке зекет беруші, зекет беремін деп келген кісілерге жол көрсетіп жөн сілтеп отырамыз. Қарызға батқандар. Қарызға батқандар. Сонда зекеті, ол кісінің зекеті тиісті орынға жеткен болып табылады. 8 топқа беру керек, 8 топ. Зекет беру үшін 40 қой былай айтқанда 85 грамм алтынның құнына тең келеді. Осы нисап миқтары сондай дейсіз. Дұрыс. Енді Жәке, осы зекетті тағы да бір өзіңіз ашықтап өтсеңіз, мысалға айтады ғой, байлар зекетпен тазарады, кедейлер немен тазарады былай айтқанда. Енді екеуінде бір тазару жолдары бар ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, өзіңді жарты хұрмамен болса да садақа беріп, Алланың азабынан құтқар дейді. Бір күні кедейлерден бір елші пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келеді. Я Расулаллах, байлар өзінің зекетіменен, болмаса өзінің қажылықтарыменен бүкіл жақсы амалдарды жасап жатыр. Біздерге қандай кеңес бересің? Біз не істей аламыз? Біздерде ондай мүмкіндік жоқ дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сіздер Алланың берген
несіне нығметіне сабыр етіңіздер, жақсылықтарына үміт етіңіздер. Егер сенде осындай амал жасайтын болса, Аллах Тағала сіздердің мынандай бір қасиеттерді береді дейді. Яғни сіздер үшін, кедейлер үшін жәннатта осындай жақыттан болған үй тұрғызады дейді. Бұл үйлерге кедей пайғамбарлар, кедей жаңағы шахидтер, кедей мүмин мұсылмандар ғана кіреді дейді. Бұл жақыттағы, жәннаттағы жақыттағы үйдің кереметтігі сонша аспандағы жұлдыздар сияқты бөлек-бөлек ерекшеленіп тұрады екен. Мына көрші жәннат иелері жаңағы үйге қызығып қарап тұрады дейді. Және кедейлер байлардан гөрі жәннатқа бірінші болып кіреді дейді. Өйткені Дауд алейхиссалам мен Сүлеймен алейхиссаламның өзі пайғамбарлардан кейін, пайғамбарлардан 40 жыл кейін жәннатқа кіреді екен ғой. Өйткені Сүлеймен алейхиссалам мен Дауд пайғамбарлар алейхиссаламдар олар жаңағы өйткені олар патша болған, және оларға мал дәулет байлық берген. Соның үшін де ғалымдарымыз айтады, жаңағы кедейлердің жаңағы 5 артықшылығы бар дейді байлардан. Солардың біріншісі намаз бен садақа және осы сияқты жақсы амалдарды кедей бай адамнан көре көп сауап алады дейді. Яғни ол намазын оқса, кедей садақа беретін болса, ол байлардан көре сауабы көбірек болады деген. Екіншісі, кедей бір нәрсені қалап, оны ала алмаса, ол үшін де Аллах Тағала оған сауап жазады деген. Ала алмаған үшін оған әжір береді дейді. Яғни оған сауап береді дейді. Ал үшіншісі, жәннатқа байлардан бұрын кіреді дейді. Ал төртіншісі, ақыретте хисаптары байлардан аз болады дейді. Ал бесіншісі болатын болса, қияметте өкініштері аз болады дейді. Ал байлар қияметте кедейлерге қарап, осындай болсам деп бармын дейді. А кедейлер бай болмағанына қуана деген. Көрдіңіз бе? Сол үшін де ал біздерде жаңағы сауаптың бәрін байлар алды, сауаптың бәрін, қажылықтың бәрін солар қылып жатыр деген нәрсе, ондай ойдан адам баласы арылу керек екен. Керісінше кедейлердің қияметте сұрақтары жеңіл болады. Өйткені байлар малды қайдан тапты, қай жолмен тапты, оны кімге берді, оны қалай сарптады, ол зекетін берді ме, берген жоқ па, ол садақасын берді ме, берген жоқ па, оның сұрақтары өте ауыр болады деген. Сол үшін де байлар кедейлерге қарағанда жәннатқа 500 жыл кейін кіреді деп айтатын. Сондай келген риуаяттар бар екен. Енді қазақта әдемі сөз бар ғой, жаңағы байдың берген садақасынан кедейдің берген садақасы қайырлы дейді. Зекет беру мұсылманның бір сипаты екен. Тағы да осы мұсылманның әдемі сипатына келеді. Азаматсыз енді бұл ерге де, әйелге де қатысты. Аллах Тағала Құранда айтады екен, олар ұятты жерлерін сақтайтындар дейді. Осыны бір кішкене ұят туралы шариғатымыз не дейді? Ұят мұсылманға тән сипат екен. Осыны ашықтап берсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келеді ғой, керемет. Ар, намыс, ұят бұл иманнан деп. Бұл арын, намысын, ұятын сақтайтын адам бұл иманды адамның бойынан табылатын құбылыстар екен бұл сифаттары. Енді оның қарама қайсысы зина. Аллаху Тағала зина жасамаңдар демейді. Аллаху Тағала қасиетті Құранда «Вәлә тақрабу зина» зинаға жақындамаңдар дейді. Яғни оған апаратын жолдардың барлығын жабыңдар деп айтады. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көз зинасы қарау, жүрек зинасы оны бойлау дейді. Кешегі мәшһүр Жүсіп бабаларымыз да осыған керемет өзінің өлең жолдарын тілге тиек қылып кеткен. Нәпсіңді атқа мінгізбей жаяу қып бақ, мініп кетсе желітпей жортпай бақ. Өзін өзі бағалау көп әлі керек, көз артынан көңілді ергізбей бақ дейді. Яғни көзің түсіп кеткеннің күннің өзінде де оның артынан көңілді ергізбеуді кешегі бабаларымызда насихаттайды. Шариғатымызда енді жолдан көрген қыз бала, болмаса ер бала өзінің туысы шығар екен деп шариғатымызда бір қарауға рұқсат. Енді сол шариғатты білген бабамыз не дейді? Көзің бір көрген болса, артынан оның көңілінің ермеуін қадағала деп бізге насихат қылған. Енді бұл жерде ер мен әйел ұятты сақтау деген, яғни ең бастысы зинаға жақындамау деп отырсыз. Иә, күнәлі. Шынымен де қарасам, атам қазақ керемет айтқан екен, адамның былай айтқанда өлімі болса, оның құны 100 түйе, ар намысы 1000 түйе деп қарап тұрсаң, қазіргі уақытта
сол жағынан ұятсыз жерді сақтау, бұл ар намысты таптау болады. Жәке өзіңіздің осыған бір қосарыңыз болса? Ұят пенен иман ол бір ұғым ғой. Егер кімде ұят кететін болса, ода иман кетеді. Кімде иман кететін болса, ұят кетеді. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ұят иманның бір бөлігі деген. Яғни Абу Хурайрадан жеткен хадис, әл-иману бид'уна ситтуна шубатан, әл-хаяу шубату минал иман. Яғни кейбір жерлерде сабуына деп келеді. Яғни иман 60 бірнеше бөлінен тұрады. Немесе 70 тармақ бірнеше тармақтардан тұрады. Солардың біреуі ол ұят дейді. Сол үшін біздің қазақта ұят намыстан артық дейді да. Ұят деген нәрсе ол ұят атам қазақ. Атам қазақ. Малым арым садақ, арым жаным садақасы деп сөйтіп келтіреді. Сол үшін ол арсыз, ұятсыз істерден адам баласы сақтану керек. Ол жаңа көзде бірінші адам ұятты нәрсе ол көз қарауменен болады ғой. Көз түскеннен кейін ол әрине ол ой кетеді. Сол үшін көз пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көз шайтанның улы оқтарынан бір оқ дейді да. Көрдіңіз бе? Демек ол көз арқылы ол ұятты нәрселердің бәрін көбісі ол көзбенен болады. Көзбенен болады, жүрекпен болады, оны іспенен болады. Сол үшін адам баласы өзінің ар намысын, ұятын сақтауға уәде беретін болса, Аллах тағала оған жәннатты уәде береді. Пайғамбарымыздың сөзі ол, менің сөзім емес. Пайғамбар кімде-кім екі бұтын арасындағы нәрсеге сақтауға кепілдік болатын болса, оған жәннатқа кепіл боламын дейді. Және осы жерде мына қазіргі қоғамда көтеріліп жатқан бір дүние, мысалға ер азаматтар демалыс күндері жиналып, жолдастармен, достармен мына баняларға барып жатады, демалыс күндерінде. Сонда бізге сұрақтар келеді осы мәселеде. Бүкіл ер азаматтар барып, болмаса бүкіл әйелдер, тек әйелдер бөлмесінде бірге шомылуына бола ма дейді. Шариғатымыз оған рұқсат бермейді екен. Яғни әйелдің өзінің ұятты жері бар, ер азаматтың да шариғатымыз белгілеп берген өзінің ұятты жері. Мысалға, пайғамбарымыз әурет жері кіндікпен тізе десе, бізде Ханафи мазхабында тірсекке дейін, балтырға дейін бұл әурет жер деп санаған. Енді осы жерлердің тіпті әйел заты былай тұрсын, ер азаматтардың ортасында да ашуына шариғатымыз рұқсат бермейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының, жолдастарының бірі, жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның бірі, 4 халифтің бірі Осман радиаллаху анху. Осман радиаллаху анхудың ұятты болғаны соншалық дейді, одан періштелер ұялады дейді пайғамбарымыз саллаллаху. Міне сондықтан бұл ар, намыс, ұят деген нәрсе ол мұсылманның ең бірінші орында тұратын ұлы сипаттарының бірі деп айтуымызға болады екен. Жәке, мынау енді тағы да мұсылманның сипатына оралсақ, анау айтады ғой, Аллах тағала аятында олар өз аманаттарын орындайды дейді, екінші уәделерді беріп тұрады дейді. Осы сіз аманат және уәде дегенді бір ашықтап берсеңіз, мұсылманның екі сипатын. Әрине бұл қазір уақыттарында өте маңызды тақырыптардың бірі десек болады. Өйткені Құран кәрімде Мүъминун сүресінде жаңа айтқанда ғой аманатихим ва ахдихим деп келеді. Яғни рауғун, яғни олар аманатқа және уәдесіне беріп болатындар, соған амал жасайтындар деп келеді. Өйткені бұл аманатқа қиянат жасау, уәдеде тұрмау ең үлкен күнәлардың бірі. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 200-лікке теңеген. Пайғамбар өзінің хадисінде бар, яғни мұнафықтың белгілері бар дейді. Солардың белгілерінің біреуі, үшеуі деп айтып келеді ғой енді. Кейбір риуаятта 4-еу деп келеді. Солардың біріншісі сөйлесе өтірік сөйлейді дейді. Немесе аманатқа қиянат жасайды дейді. Уәде берсе, уәдесінде тұрмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл барысында біздерге үлгі. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеден, Меккеден Мединаға хижрат қылған кезінде тіпті мүшриктердің өзі, пайғамбар мұсылман болғаннан кейін мүшриктердің өзі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға аманаттарын тапсырған екен да. Бірақ дінге сенім мәселесінде пайғамбардың мазақтаған, ұрған, мойындамаған, былай айтқанда қанша, бірақ сонда да аманатын тапсыратын болған. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның есімдерінің бірі әмин. Яғни ол жахилият дәуірінде деп айтады ғой, ислам келмей тұрған кезінде пайғамбар аманатшыл болған. Сол Меккеден Мединаға хижрат қылған кезінде бүкіл аманаттарын Али радиаллаху анху, яғни өзінің күйеу баласы Алиге радиаллаху анхуға не қылады? Али хазіретімізге сол тапсырып, осы пәленшенікі, мынау пәленшенікі аманатын бәрін егесіне тапсыруын бұйырады.
Және бір осыған байланысты тағы бір уақиғаны айтып кетсек болады, уәдеде тұру жайлы. Худайбия келісім білесіз ғой, хижраттың 6-шы жылы болды ол уақиға. Сол кезде Худайбия келісімінде мұсылмандар менен мүшриктер арасында жаңағы не болады? Келісім болады. Бірнеше 10 мәселе қарастырады. Солардың бірі, егер меккелік мұсылмандар исламды қабылдайтын болса, мұсылманшылыққа өтетін болса, онда олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірге өмір сүре алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бірінің жанында бола алмайды, Мединаға бара алмайды. Міне сол шарттардың, сол келісімнің ішінде осы талап бар. Сөйтсе Меккеде Абу Жандал бин Сухайл деген кісі исламды қабылдайды. Сухайлдың баласы Абу Жандал деген жас бала. Сол неде исламды қабылдайды сол тұста. Сөйтіп ол Мединаға кетпекші болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жанына исламды қабылдады. Сосын әкесі Сухайл айтады: біз Худайбияда осындай келісім шартқа отырдық, сіз кете алмайсыз деп, ол күшіне енді деп айтады. Сонда да ол тыңдамай Мединаға кетейін деп тұрған кезінде Мединаға барады. Сонда мүшриктер елші болып барады: осындай кісі келді, бізге қайтарыңыз, келісім бойынша дейді. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: Абу Жандалға бар да еліңе қайт дейді. Сөйтеді: сіздер мен исламды қабылдадым, мен мұсылманшылықты қабылдадым, сонда біздер мүшриктен қолына беріп қоясыз ба, Алланың елшісі, мұсылмандар дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Жандал, жаңағы Абу Жандал деген радиаллаху анху сахабаға айтады: сіз сабыр етіңіз, Аллах Тағала сізге шығатын жолды көрсет қояды. Өйткені біз аманатқа берік болдық, осында келісім болды, уәде бердік, біз осы уәдемізді орындауымыз керек дейді. Соның үшін бұл аманат деген нәрсе ол үлкен жауапкер. Имам Захаби оны үлкен күнәлар қатарына қосқан. Енді аманат деген бір тараптама түсінбейді, бірақ негізгі аманаты біреуге бір нәрсе аманат қылып берілді ме, сол нәрсені игесінде толықтай қайтару. Мысалы қазір аманатқа қиянат жасап отырғандар көп қой. Мысалы жаңа тараздан ұрып қалады, мысалы біреудің ақысын ақ жеп қалу, болмаса жаңағыдай біреуге бір машине, мысалы қазіргі әлеуметтік желіде, мысалы мен саған машине алып беремін, ана жақта Кореядан болмаса ана жақтан машине алып беремін дейді, ақшасын алып жоқ болып кетеді. Болмаса тендер дейді, бірдеңе дейді, әйтеуір сондай бір аманатқа қиянат жасау қазір бәлең алып кетті. Жеңіл жолмен ақша табатын адамдар көбейіп кетті, былай айтқанда. Уәдені айтсаңшы, қарыз алады да мен ертең қайтарамын деп, оны қарыз сұраған адам ұялады да, негізінде. Қарыз берген адам еркін жетеді. Берген адам ұялады. Звондайды: ертең берем, ар күні берем, одан кейін берем деп. Жоқ, алғанша бірақ керемет уәделер береді. Ол мұсылманшылыққа да, ол мүмин адамға да ол сай емес әдеттердің бірі. Сол үшін де оны екіжүзділікке теңеген. Аллах Тағаланың діні керемет қандай, осы аманат пен уәде деген нәрсе қоғамдағы мына таразының екі ұшы сияқты да. Бір адам аманатына және екінші адам уәдесіне берік болатын болса, қандай, мысалы алған адам да, берген адам да, мысалы шынымен де осы екі нәрсені қорғайтын болса, екі жаққа да пайда да. Сол үшін біздің қазақта айтады ғой, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені дейді. Қазір екеуміз 24 рет өледі. Қазақ бекерден айтпаған бұл сөздің бәрі. Негізі қарап тұрсаң, шынымен де қоғамда аманатқа қиянат жасау ол ақыр заманның белгілері деп те айтып отыр. Иә, ол қай жерде аманатқа қиянаттың жоғалуы, ол қияметтің жақындаған белгісі. Пайғамбар хадис бар, пайғамбарымыз айтқан ол нәрсені. Ағамыз бар еді, ауылда тұрған кезімізде көрші. Сол кісіден жаңағы енді үйге керек қандай да бір құрылыс құралдарын сұрап барған кезімізде, сонда ол кісінің айтатыны, енді әбден осындай уәдесінде тұрмайтын адамдарды көп көргеннен кейін шығар деп ойлаймын. Енді жаңағы аға осына күрегіңізді бере тұрыңыз, ертең әкеп беремін десем, қай жылдың ертеңі, қай айдың, қай аптаның ертеңі деп жатады. Сол сияқты қазір қоғамда қарыз берсең, қай жылдың ертеңі, субботасы, сенбісі, қай жылдың несі дегенде сұрайсың. Сондықтан бұл уәде мұсылманның ең үлкен сипаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да хадисінде айтады: әрқайсыларың жауаптысыңдар, елбасы еліне, отбасына отағасы, әйел өзінің үйіне дейді. Міне қоғамда қазір енді бізге жауапты болып табылатын біз өзіміздің бала шағамыз. Қазір қоғамда жастарымыз осындай үлкен бір жауапкершілікті, аманат екенін, өзінің мойнындағы Алла берген оған әйелі, бала шағасы аманаты екенін ұмытып жатады. Міне сондықтан осындай жас отбасыларымызға да насихат болсын деп, әйел және бала шаға ол біздің аманатымыз екен. Машалла, құрметті бүгінгі
хабарымыздың қонақтары, Алла разы болсын сіздерге. Жақсы мұсылманның бес сипатын тарқатты. Мына жақсы сөз бар, көкіректің көзі ашылса, екі дүние тең болар дейді. Осы бүгінгі айтылған насихатқа елдер құлақ түрсе, осыдан бір сабақ алса, қазіргі былай айтқанда қоғамда болып жатқан келеңсіздер, уәдесіздер, аманатқа қиянат жасайтын, арын қорғамайтын, былай айтқанда бос нәрсеге шұғылданатындар өзінің өмірін түзейтін еді. Аллах тағала сіздерден разы болсын. Ел аман, жұрт тыныш.